Дәл осылай істегіңіз келеді. Балалар, бұл дәл қазір менің сүйікті әнім. Ол Фаррелл Уильямстың бақытты әні деп аталады. Егер сіз бұл әнді әлі естімеген болсаңыз, онда сіз мүлдем ақымақсыз. Сондықтан YouTube сайтына кіріп, Happy, All Right деп осы әнді тыңдаңыз. Егер бұл сіздің жүзіңізге күлкі сыйламаса, толық тексеруден өту үшін психиатрға барыңыз. Өйткені сіздің психикаңызда бірдеңе дұрыс емес. Мен бәрі жақсы екеніне сенімдімін. Кеңседегі жігіттер екеуміз бұл әннің барлық нұсқаларын тыңдадық. Ал жігіттерде бар нәрсе YouTube-те жасалған. YouTube дәл солай. Олар менен идеяны ұрлап кетті. Мәселе мынада, дүние жүзіндегі әрбір қала жаңа Ямайка құтты болсын. Сидней құтты болсын, Токио құтты болсын, Гонконг құтты болсын сияқты өз нұсқасын жасады. Бұл өте керемет. Ендеше, балалар, мынаны тексеріп көріңіздер. Бұл сіздің бақыт деңгейіңізді көтеретін керемет ән. Менің ойымша, бақыт бұл сіздің өміріңізді толыққанды өткізу үшін маңызды, өте маңызды фактор. Жарайды, мен кеңседе түн ортасынан кейін сағат 12:45-те боламын. Бұл ресми түрде сәрсенбі болады. Сондықтан мен өз хабарламамды сейсенбіде емес, сәрсенбіде жазып жатырмын. Бәрі жақсы, бұл кеңседе қызықты күн болды. Біз көп жұмыс жасадық. Ал кешегі күн керемет болды. Мен Пенанг аралына ұштым. Онда біз Викон мерекесін өткіземіз. Мен бас министрмен, керемет джентльменмен кездестім. Ол бізге бұл мерекені Викон тарихындағы ең үлкен мерекеге айналдыруға көмектесуге дайын екенін білдірді. Содан кейін мен оқиға орнына бардым. Өткізу орны маған ұнайтындай әдемі және сексуалды. Менің айтайын дегенім, өтетін жер маған ұнайтындай. Бәрі жақсы. Мен продюсерлер тобымен, ұйымдастырушылар тобымен, барлығымен бірге отырдым. Кеңседегі ұл қыздарым сонда болды. Біз тарихтағы ең керемет ФКАНды жоспарлап, ұйымдастырдық. Егер сіз әлі ФКАНға тіркелмеген болсаңыз, онда сізде және сіздің қарамағыңыздағыларда бірдеңе дұрыс емес. Сондықтан мен сізге кеңес бергенімдей, егер сіз әлі ФКАНға тіркелмеген болсаңыз, қалаңыздағы ең биік ғимаратқа барып, мен ұша алатыныма сенемін әнін ойнаңыз. Егер сіз Виконға тіркелген болсаңыз, онда бұл әнді ойнаңыз. Солай емес пе? Өйткені сен бақытты боласың. Жарайма? Онда сен бақытты боласың. Оннан кейін сен бақытты боласың. Сіздің чектеріңіз өседі. Ал сіздің бүйі өседі. Балалар, сіз қаржылық еркіндікті сіздің алдыңызда көресіз. Мен сізге бұған кепілдік беремін. Біз бүкіл әлем бойынша V-Partners, AFT, V-Council, V-Leaders компанияларының ең керемет модульдерін жоспарладық. Бұл өте қызықты, көптеген жаңа және қызықты нәрселер болады. Бұл жолы мен фон үшін бір емес, үш ән жасап жатырмын. Сондықтан сіз бетмен, Сенат және Раджас туралы үш түпнұсқа әнді естисіз. Білесіз бе? Біз сіздерге көптеген қызықты тосын сыйлар дайындадық. Бәрі жақсы. Сондықтан ФКАНға тіркеліп, тұтынушыларымызбен байланысыңыз. Бәрі жақсы. Мен қазір ФКАНға келу бұл үлкен шешім екенін түсіндім. Бірақ сіз түскі асқа не жеу керектігін және қандай киім кию керектігін шешуге көбірек уақыт жұмсайсыз. Сондықтан шешіміңізді дәл осылай қабылдаңыз. Есіңізде болсын, ФКАН таңдау емес. Бұл сіздің нет және виде өсуіңіз үшін қажет. Бірақ осы сәрсенбіде мен өзгерістер туралы айтқым келеді. Бәрі жақсы ма? Және біз өзгерістерге табиғи түрде қалай қарсы тұратынымыз туралы. Жақсы ма? Біз өзгерісті ұнатпаймыз. Бірақ бұл туралы ойланыңыз. Сіз желі қолданушысы болдыңыз. Сіз Кнеттің менеджері болдыңыз. Сен өз өміріңді, өмір жолыңды өзгерткің келгендіктен ғана отбасының мүшесі болдың. Сен үйге барғың келмеді, жұмысқа барғың келмеді. Үйге барғың келмеді, жұмысқа барғың келмеді, жұмысқа барғың келмеді, үйге барғың келмеді, жұмысқа барғың келмеді. Енді үйге барма. Сен бізге қаржылық еркіндік туралы айтқың келді. Балақай, түсіндің бе? Және сіз бұл өзгерісті қабылдайсыз. Бірақ осы 15 жыл ішінде күні компания ретінде көптеген өзгерістер енгізуге мәжбүр болды. Желілік маркетинг индустриясында бәсекеге қабілетті болу үшін бизнес жоспарымызды өзгертуге тура келді. Бизнесті жүргізуге кететін шығындардың өсуіне байланысты бәсекеге қабілетті болу үшін өнімдеріміздің бағасын өзгертуге тура келді. Біз рейтингімізді өзгертуге тура келді, өнімдерді өзгертуге тура келді. Бізде көптеген өзгерістер болды. 15 жыл ішінде мен өзгерістер туралы хабарлаған сайын желі жүрек талмасына ұшырағандай дүрбелеңге түсетінін түсіндім. Сен, о, құдайым, бірақ бұл ақымақтық.
Аға басшылар, желі мамандары ретінде біз өзгерістер туралы жариялаған сайын үрейленбеу керек. Өйткені бұл сіздің жайлылық аймағыңызда екеніңізді білдіреді. Бұл сіздің желіңізді басқара алмайтыныңызды немесе желіңіздегі өзгерістерді басқара алмайтыныңызды білдіреді. Мен сізге бір тамаша мысал келтірейін. Хабарландырулар осы сенбіде барлық жерге және барлығына жіберілді. Егер сіз білмесеңіз, ол немесе виртуалды кеңсеңізге бармағаныңыз үшін жоғары лауазымды қызметіңізді кінәлаңыз. Біз дүние жүзіндегі кейбір тауарлардың бағасын өзгертіп жатырмыз. Неге? Өйткені Кнет ұзақ уақыт бойы белгілі бір баға деңгейін ұстап тұрды және Кнет пен бизнес жүргізу құны өсті. Жанармай мен азық-түліктің, жеткізушілердің және басқалардың бағасы көтерілді. Адамдар, сондықтан Starbucks'та кофе қымбатырақ, киіміңіз қымбатырақ, балаларыңыздың оқу ақысы қымбатырақ. Бәрі жақсы. Көшеде сатып алатын сусыныңыз қымбатырақ. Бір шыны шай маған 20 малайзиялық цент тұратын кездер есімде. Бүгінде бір сақина 50 цент тұрады. Өзгеріс әрқашан болады. Және сіздің желіңізді тиімді құру үшін, сіз өзгерістер кезінде оң көзқарасты қалай қабылдау, енгізу және қолдау керектігін білуіңіз керек. Бәрі жақсы. Осы сенбіде дүние жүзіндегі кейбір тауарлардың бағасы көтеріледі. Бәрі жақсы ма? Кейбір тауарлар бұрынғы қалпында қалады, ал кейбіреулері аздап қымбаттайды. Мен бағаның шамалы ғана көтерілуін айтып отырмын. Жарай ма? Бәрі жақсы ма? Сондықтан үрейленудің қажеті жоқ. Мен сіздердің кейбіреулеріңіздің бағаның өсуі туралы айтып жатқаныңызды көріп тұрмын. Құдайым, мен не істеуім керек? Демалыңыз, тыныштал, терең тыныс алыңыз. Бұл әнді тыңда. Қашан дүрбелеңге түссең, соны істе. Дәл солай. Дәл солай. Бағаны көтеріңіз. Жоспарды өзгертіңіз. Маған жаңа YouTube пен Бетменнің сәрсенбіде бірге хабарлама жасағаны ұнайды. Бәрі жақсы. Мен жынды емеспін. Мен жай ғана бақыттымын. Бәрі жақсы. Осы сенбі күндері бағалар көтеріледі. Бұл нені білдіреді? Сәрсенбі, бейсенбі және жұма күндері сіз киви, суық тізім, ыстық тізім, жылы тізім, тіпті сіздің тізіміңізде жоқ кез келген адамды жағып, бақылап отыруыңыз керек. Бәрі жақсы ма? Бұл туралы ойлайтындардың бәрі сіздің істі соңына дейін жеткізуге уақытыңыз болмағанын біледі. Жұма күні түн ортасына дейін барлығын жазып алғаныңызға көз жеткізіңіз. Сенбіде бағалар көтеріледі. Енді бағалар көтеріліп жатқандықтан мен қорқамын. Немесе уайымдаймын. Менде қорқыныш жоқ. Менің ойымша, бәрі жақсы. Балалар, бағалар көтеріліп жатыр деп айтасыңдар. Ал енді бәрің отырыңдар. Енді желіге қосылмаңдар. Бұл жай ғана ақымақтық. Сіз әлі де комиссиялық чектеріңізді алғыңыз келеді. Сіз әлі де ВВ-ны арттырғыңыз келеді. Мен сізге өзгерісті басқаруды үйретуге рұқсат етіңіз. Бірінші ереже, өзің үрейленбе және теріс болма. Бәрі жақсы ма? Бақытты және позитивті бол. Сол көзқарасты сақта. Сен түсінесің бе? Бәрі жақсы ма? Бұл өте маңызды. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Білмеймін. Дейв камераның артында маған есінен танып бара жатқандай қарап тұр. Бәрі жақсы ма? Мәселе мынада. Сенбіде бағалар көтеріледі. Ең бірінші істеу керек нәрсе үрейленбе, теріс болма. Бәрі жақсы ма? Сіздің санаңызда нақты не өзгергенін түсініңіз. Мұны түсініңіз. Мұны анық түсініңіз. Жарай ма? Бұл міндетті түрде болады. Фактілерді дұрыс көрсетіңіз. Ақпаратыңызды дұрыс көрсетіңіз. Өйткені бағыныштыларыңыз сізге жауап бере алуыңыз керек сұрақтарды қояды. Сондықтан оның қандай әсер ететінін түсіну үшін хабарландыруды мұқият оқып шығыңыз. Сіздің басыңызда бәрі анық екеніне көз жеткізіңіз. Онда желідегі барлық пайдаланушыларға жаппай SMS хабарламаларын жібермеңіз. Балалар, жоқ. Көшбасшыларыңызды біріктіріңіз. Бәрі жақсы ма? Өзіңіздің негізгі көшбасшылығыңызды көрсетіңіз және оларды сіз сияқты ойлауға мәжбүр етіңіз. Бақытты болыңыз, позитивті болыңыз, әдеттегідей әрекет етіңіз. Осы аптада біз жалақы деңгейін көтеріп, чектерімізді көбейтеміз. Түсіндің бе? Барлығын әкеліңіз. Олардың шағымдануына жол берме. Бұл бла-бланың бағасы қандай? Олардың бұлай істеуіне жол берме. Жарай ма? Біреу маған телефон соғып жатыр. Біз бағаның көтерілуіне қуаныштымыз және әлі де желіге қосыламыз деп жатыр. Бәрі жақсы. Мәселе мынада. Басшыларыңызды белгілі бір режимге, позитивті көңіл күйге, сенімділікке және ақпаратты бүкіл желіге таратуға дайын күйге келтіріңіз. Бәрі жақсы. Ұйымыңыздағы барлық адамдарды хабардар ету үшін сайтыңызда, ұйымыңызға, стиліңізге, сәніңізге негізделген стандартты жауап ойлап табыңыз. Жақсы ма? Енді, біріншіден, сәрсенбі, бейсенбі, жұманы барынша тиімді пайдаланыңыз. BBC дәл осылай көрінуі керек. Бәрі жақсы ма? Кунг-фу стилі. Оны қалай
солай атағыңыз келсе де, түсінесіз бе? Зымыран бол, жарай ма? Өйткені ескі бағаларды пайдаланыңыз. Енді сенбідегі бағалар көтеріліп жатқандықтан. Бәрі төмен түсіп, мен негативті кеш деп атайтын кешті өткізуі керек емес пе? Онда барлығы қол ұстасып, Кумбая әнін айтып, бір-бірінің кеудесінде иығында жылайды. Балам, қымбаттым, олай істеме. Сен одан да жоғарысың. Сен көшбасшысың. Сен желіде жұмыс істейсің. Ұйымыңызда сенімділік, позитивті көзқарас және дұрыс ойлау деңгейін сақтау сіздің міндетіңіз. Бұл өте маңызды. Бәрі жақсы. Сондықтан басшыларыңызды жинаңыз. Оларға фактілердің нақты не екенін түсіндіріңіз. Бәрі жақсы. Содан кейін желіңізбен әртүрлі топтармен сөйлесіңіз. Олардың барлығында осындай кездесулер бар. Негативтің 2 минуттан астам уақытқа созылуына жол бермеңіз. Бұл менің өмірлік философиям. Күн сайын, тіпті аттираджадағы патмандарға да 2 минуттан артық емес негатив көрсетуге рұқсат етіледі. Ал бүгін сәрсенбі, менде тіпті 2 минуттық негатив болған жоқ. Солай ма? Бір сәтте, әсіресе оянған кезде, тағы бірнеше минут негатив болатынына сенімдімін. Жарайды. Енді мына алтын ережені есіңе сақта. Сіздің әлеуетті тұтынушыларыңыз, сіздің тізіміңіздегі миллиондаған әлеуетті тұтынушылар презентация жасауыңызды күтіп, бағаның көтерілгенін білмейді. Өйткені сіз оларға жаңа баға ұсынып жатырсыз. Солай емес пе? Ендеше, неге оларға? Қараңызшы, бұл жаңа баға бұрынғыдан да жоғары деп айту керек. Енді не істеу керек? Компания бағаны өзгертті. Сондықтан тіркелгіңіз келе ме? Жоқ па? Бұл жай ғана ақымақтық. Олар ештеңе білмейді. Солай емес пе? Олар жай ғана армандары бар ақымақтар. Солай емес пе? Олар бағаның $10, $5 немесе $8 көтерілгенін білмейді. Сондықтан оларға бұл туралы айтпаңыз. Ұзын аузыңды ашпа. Қажет емес ақпаратты әлеуетті клиенттерге айтпа. Олар үшін сенің оларға айтқаның шындық. Сондықтан сайып келгенде менің әлеуетті клиенттерім ештеңе білмейтінін түсіндім. Олар менің айтқанымды ғана біледі. Сондықтан жоспар өзгеріп жатыр ма? Баға көтеріліп жатыр ма? Әлде жаңа өнім енгізіліп жатыр ма? Олар мұны білмейді. Қазіргі заманғы желі қолданушыларының проблемасы, олар әлеуетті тұтынушыға қосымша ақпарат беру. Олардың санасына әсер ету қажеттілігін сезінеді, және сіз тіркелу мүмкіндігін жоғалтасыз. Ендеше, балалар, өзгеріс болған кезде, алдымен оны ойша басқарыңыз. Бәрі жақсы ма? Мұны оң қабылдаңыз. Бәрі жақсы. Фактілерді дұрыс талдап. Содан кейін көшбасшыларыңызды қатыстырыңыз. Оларды позитивті ойлауға мәжбүр етіңіз. Бәрі жақсы. Бұл өзгерісті позитивті түрде жүзеге асырыңыз. Ұйымыңызда негативтіліктің болуына жол бермеңіз. Содан кейін келесі деңгейге, барлық кішігірім жиналыстарыңызға, үй жиналыстарыңызға, жүйелеріңізге және содан кейін сіз әлеуетті тұтынушылар әлеміне кіргенде бұл туралы айтпаңыз. Жай ғана өз презентацияңызды жаңа ақпаратпен жасаңыз. Ол туралы сіздің болашағыңыз оның жаңа екенін білмейді. Олар үшін бұл кнет, бұл тамаша мүмкіндік және мен тіркелгім келеді. Бәрі жақсы, сондықтан сіз өзгерісті қалай басқарасыз? Сондықтан енді дүрбелеңде, негативте, не үшін кезекте болмайды? Бәрі жақсы ма? Жарайды. Бірақ мен айтқанымдай, бағаның өсуі жылына 1 рет болады. Ал қазір бұл жылына 1 рет болады. Бәрі жақсы ма? Бірақ бізде интернет дүкенде керемет жаңа өнімдер бар. Бәрі жақсы. Кнет өз жүйелерін айтарлықтай жаңартты. Бәрі жақсы. Бұл планетадағы ең сексуалды желілік маркетингті компания және оның бұрын соңды айтылған ең таңғаларлық оқиғасы бар. Бәрі жақсы, мен білемін. Кейде кнетте ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейін, сіз бұл мүмкіндіктің қаншалықты үлкен екенін ұмытып кетесіз. Сондықтан мен сендерге еске салғым келеді. Бүгінгі таңда кнеттің бизнес мүмкіндіктері желілік маркетинг индустриясындағы ең жақсылардың бірі болып табылады. Дұрыс, бізде динозаврлар немесе масалардың желілік маркетингімен айналысатын кез келген басқа компаниямен салыстырғанда ең жоғары төлемдер бар. Бізде 15 жыл бойы тұрақты, керемет тәжірибе бар. Біз бүкіл әлем бойынша миллиондаған жоғары сапалы, таңғажайып өнімдерді жеткіздік. Бүгінде біз әлем бұрын соңды көрген және көретін ең күшті және ең жылдам дамып келе жатқан желілік маркетингтік компаниялардың біріміз. Және күн өткен сайын Мейер медицина ғылымдарының докторы Датошри Виджай Ишваран және Жапарас Бисмарк негізін қалаушылар ретінде біз тек үлкейіп, күшейе түсеміз. Сондықтан өзгерісті қабылдаңыз. Кез келген өзгерісті қабылдаңыз. Оны оң энергияға айналдырыңыз. Оны өз желіңізде қуанышты көңіл күймен таратыңыз. Бәрі жақсы. Бірақ осы сәрсенбіде, осы бейнені көргеннен кейін, бейсенбі, жұма, ұйықтамаңыз, тамақ ішпеңіз, душ қабылдамаңыз. Өйткені сіз мұны қаламайсыз, сасық сыйлық болыңыз. Бәрі жақсы. Барлық күндеріңнен бас тарт. Үйлену тойынан бас тарт. Барлық туған күндеріңнен бас тарт. Енеңе айт. Егер ол ит те болмаса, сені жалғыз қалдырсын. Егер ол ит те болса, оның көңілін көтер. Жақсы ма? Және
жай ғана біз тартатын жазылушылар санын көбейтуге назар аударыңыз. Бұл тамаша апта болады. Сіздің чектеріңіз өседі. Компаниялар саны артады. Елдер көшбасшы болады. Бұл рок-н-ролл бақыт апталығы болады. Балалар, бәрі жақсы. Сондықтан оған назар аударыңыз және бірнеше күннен кейін, бірнеше аптадан кейін сіз Малайзияға желілік маркетинг тарихындағы ең үлкен оқиға Фкан 2014 үшін келесіз. Мен бақыттымын. Бәрі жақсы. Мен сендердің бақытты болғаныңды қалаймын. Сондықтан өзгерісті қабылдаңыз. Желіңізде ақпаратты таратудың дұрыс жүйесін жасаңыз. Негативтіліктің 2 минуттан астам уақытқа созылуына жол бермеңіз. Және сіз білетін және әлеуетті тұтынушылар білмейтін нәрселерді есте сақтаңыз. Әлеуетті тұтынушылар өткен аптада немесе өткен айда кнетте не болғанын білмейді. Бәрі жақсы. Олар жай ғана әлеуетті тұтынушылар. Олар бұрын соңды айтылған ең керемет оқиғаны естуді күтуде. Олар өмірлерінде болған ең үлкен мүмкіндікті көруді күтуде. Егер сіз ол жерге позитивті көзқараспен, күлімсіреп және әр презентацияның алдында барсаңыз, онда бұл әнді тыңдасаңыз, бәрі жақсы, балалар. Сіз рок-н-роллға дайынсыз. Сәрсенбіде аспаз 15 минуттық бәрі жақсы бейне хабарламасын ұсынады. Мен сендерді жақсы көремін. Мен сендерге бәрі жақсы екенін айтқым келеді. Тек бақытты бол. Мен сендерді жақсы көремін, балалар. Сен дәл солай сезінесің.